Assalamualaikum. Бүгінгі сауалымызда жалпы кәсіпкерлер жасау дегеніміз, яғни клиенттен тауарды сатып аламыз біз, поставщиктен. Соны адреске кіргіземіз. Бағаларын қоямыз, олардың приход бағаларын, өз ішіне оптовый бағаларын қоямыз. Контрагенттің бағасын қоямыз, яғни приход бағасын. Және де перемещение жасау дегеніміз. Ал возврат поставщику, яғни сатып алған затымыз егерде брак болып жатса, оны поставщикке қайтарамыз. Бірақ оны кейінгі сабақтарда көрсетемін. Поступление жасау үшін, яғни тауарды сатып алу үшін, адрес кіру үшін покупка деген кіреміз. Поступление тымызды услуг. Немесе мына астында покупка деген бана поступление тымызды услуг дейміз. Біз алдында не ғана дейміз, қазір осыған кіріп істей береміз. Мына жерге контрагент поставщик таңдаймыз. Поставщик. Мысалы Ерғалиев дейді. Окей дейміз. Мына жерден подбор дейміз. Подбордан шығарамыз. Енді тауарлар таңдаймыз осы жерде. Мына жерде цена деген количество жазып берді. Мысалы галтел 240 галтел. Мысалы 53 алайық. Ол 200 теңгеден. Галтел бұдан 40 штук, мысалға 230 теңгеден. Галтел сатып алсақ 50 штук, бұдан мысалға бұлда 250 теңгеден. Бұдан кейін клиент салдық дейді. Бұдан 103 штук, 3 теңгеден. Оның комплектующийлері мысалға сайдинг 30 штук 50 теңгеден. Маус 30 штук 50 теңгеден. Тағы 30 штук 50 теңгеден. Ағында ламинат кіргізейік. 400 квадрат, бізде квадрат метр деп тұр. Квадрат метріне сатамыз. 400 квадрат. Мысалы 2,5 деген. Бұл 500 квадрат дейді. 2800 теңгеден дейді. 2.466.200 теңге заттар қалды. Енді записать дейміз. Бұлардың бағасын қоямыз. Яғни приход бағасын, розничный, оптовый бағасын қоямыз. Ол бізге приход бағасын көру, ол жерде нешеден келді, соны біліп отырамыз. Сол үшін приход бағасын қоямыз. Ол үшін мына жерде на основании деген кіреміз. Осы на основании деген осыған қатысты операциялардың бәрі мына жерде тұратын. На основании. Осы жерде астына түсеміз. Установка цен на номенклатуру дейміз. Мына қарасаңыз, мына жерде барлық приход бағалары шықты. Яғни біздің сатып алып жатқан бағаларымыз. 300 теңге, 2700 теңгеден крамашпан, нелер 50 теңгеден барлық шықты. Бұл жерде приход бағасы тұр. Енді бізге розничный, оптовый бағасын қою керек. Ол үшін оптовый, розничный деген галочка қоямыз. Окей дейміз. Мына жерге оптовый бағасын жазамыз. Мына оптовый тұр, мына жерге оптовый бағасы. Оптовый бағасы 80 теңге. Розничный бағасы 100 теңгеден, 110 теңгеден. Галтел 250 теңгеден оптовый. Розничный бағасы 300 теңгеден. Өздеріңіз қоясыздар, қандай бағада басқаларымыз ақылдасып отырып, пример ретінде келтіріп отырмын. 80 теңге, 110 теңге, мысалы 3000 теңге. Розничный мысалы 3300 теңге. 3300 теңге. Плинтус 3 теңге болса,
340 tenge deyik. 380 tenge. Avtobus 3,5 tenge. 4,000 tenge yazalım. 80 qanday bir бағасын бір оқымайсақ. Записать. Окей дейміз. Бұл бағаларды қай жерден көруге болады? Мына продажа. Бұл жаңа қойған нелеріміздің. Рабочий место менеджер по продажам дейсіздер. Осы жерде остатки цены дейміз. Мына жерде енді мына жерге жазамыз. Товар деп Hotel десек те мына жерде шығып тұратын бағалар. Оптовый деймін. Розничный. Приходной баға керек. Бізде мына бағалар шықты. Мына 200 теңгеге 253 теңгеден шықты. Бірақ остаткысы көрсетпейді. Остатқы шықпады. Өйткені біз мынау сатып алған неге проводка бермедік. Проводка бергеннен кейін барып шығады ол. Әлі проводка берген жоқ. Проводка берілсе, мына провести деп тұрады. Провести дейміз, или окей дейміз. Содан кейін барып баға шығады. Одан кейін барып скатқа түседі біздің. Основной скатқа түседі. Мына жерде провести дейміз. Провести дейміз. Яғни бұл біздің проводка жүрді. Яғни коэффициент көрсетеді. Галтер 240-тан осынша штук. Мен осынша штук деп. Біз основной скатқа түсті, яғни. Основной скатта 40 штук. Основной скатта 50 штук. Сол сияқты мысалға керектеріңізді өздеріңізге жазсаңыздар мына жерге шыға береді. Мысалға Крановстар 400 квадрат бар. Бағалары барлығы шықпа дейсіз. Поступление жасадық. Бағасын қойдық. Енді контрагенттің бағасын қоямыз. Установка цен номенклатур контрагентов дейді. Яғни біз клиенттен ИП Ерғалиев деген поставщиктен галтерлі 240 галтерді 200 теңге сатып алдық. Осы баға приход бағасы бұл. Осы бағаны қойған соң қоямыз. Содан келесі жолы ИП Ерғалиевтен осы галтерді сатып алған кезде бізге автоматически шығатын болады мына бағасы. Bunu tағы да сіздерге көрсетеміз. Осы бағаны қоямыз. Яғни осы бағаны сатып алып, осы бағаны қоямыз. Окей дейміз. Мына жерден қарасаңыздар, мына жерден Ерғалиевке біз 2.466.200 теңге қарыз болдық. Bunu жасадық. Поступление жасап қойдық. Келесі табылын көрсетейін. Келесіздер. Жаңағы нені көрсетейін. Тағы бір галтерді қалай істеу керек екені. Мына жерге Ерғалиев деп жазсаңыздар да шығады. Подбор дейсіздер. Жаңағы табылды. Поступление істеп көрсетейін. Бағасы автоматически шықты. Енді мысалға 200 квадрат дейді. 600-тан 20 штук дейді. Көрінді автоматически бағасы өз шығады. Тестер. Автоматически алған бағамыз осы шығады автоматически. 10 штук. Записать тестер. Енді бағасын қойудың контейнерінде автор приходының бағасын қою керек жоқ. Өйткені біз мына жерде қойып қойдық алдыңғы неден.
мына жерден окей дейсіздер болды. ішіне кіріп қарасаңыздар, яғни Ерғалиевке 2.975.000 теңге қарыз болды. Тағы бір паспортпен жасап көрсетейін. Енді бұл жерде басқа бір контрагент беріледі. Ерасыл Кенжехан базар деп осыны алайық. Подбор. Енді нелерді аласың? Алма. 100 килограмм алма. Алма 230 теңгеден алайық. 53 штукынан 60 теңгеден. Енді 10 қап 10 қап есептен 3 штук есептен. Мысалға 2,5 теңгеден. 50 килограммнан одан 7 қап 4,5 теңгеден. 85 запись еттіңіз. Енді бағаларын қоямыз. Установка номенклатуры. Мына жерде прикладной бағасы тұр, енді розничный оптовый бағасы. Бұл розничный оптовый, егерде установка номенклатуры жасаған кезде қойылады. Ал установка номенклатуры контрагент жасаған оны қоймастар. Алма оптовый 260 Егер сіздер оптовый сататын болсаңыздар, оптовый дейін басып қоясыздар. Егер оптовый тек сатпайсыздар, тек розничный болса, оптовый бағаны қоймайсыздар. 70 теңге. Розничный 80 теңге. 5 теңгеден. 5 теңге. Записать окей дейміз. Яғни мынаяқтан қазір мына жерден қарасақ шығады барлығы. Енді установка номенклатура контрагент Ерасылдың приход бағаларын қоямыз. 60 теңгеден 4 жағынан осыдан келді, окей дейміз. Оны қойдық. Енді мына затымыз біздің әлі стартқа түскен жоқ. Өйткені біз проводка бермейді бұл заттарға. Осыны көрсетейін мына жерде. Мысалы, мынаны деп. Оптовый розжыға тұр. Бірақтан әлі бизнес қарттап жоқ. Өйткені бұғана проводка бермейді. Окей дейміз. Основной карта 53 тұр. Бұл кісілерден затты алдық. Енді бұларға ақшасын беруіміз керек. Оплата жасауымыз керек. Оны қалай жасаймыз? Бізде кассада ақша жоқ. Әлі сауда болған жоқ. Біз паспортпен жасап кассада ақша жоқ. Ерасылға біз 82.500 қарызымыз. Ал Ерғалиевке 2.975 теңге қарыз. Енді бұның кіргізудің, бұның ақшасын төлеудің, яғни сізге бастығыңыз ақша беруі мүмкін. Ерғалиевке осында ақша береді да, Ерғалиевке төлей сал дейді. Ал мынау Ерасылды, оны кейін сауда болған соң береміз деп ақшасына. Қарызға, бір-екі аптаға қарыз қаласыздар. Ал мына ақшасын төлейді. Оны қалай жасайсыздар? 2.975. Ол үшін банк кассаға кіресіздер. Яғни бастығыңыздан ақша кіргізесіз кассаға. Соны мына Ерғалиевке төлейсіз. Приходный касса ордер.
Басын проще расчет с контрагентом. Осы жерде кассаны основной касса берсін. Основной касса 2.975.000, контрагент. Контрагентті создавать етіп қойыппыз. Қайтадан басталады. Не болсаң да, создавать етіп контрагент дегенде создавать етіп мына жерде. Мысалға, біздің бастығымыз атын Бердалиев болсын. Бердалиев мысалға Асан десек. Бердалиев Асан десек. Покупатель поставщицына белгілі жоқ. Егер иені болса, иін жазасыздар мына жерде. Мына жерде контрагент, мына жерде договорға прочий деп қойасыздар. Прочий договор деп қойасыздар. Окей дейсіздер. Бердалиев Асан 2.973.3 теңге аламыз. Бастарыңыздың алдыңыздар. Дейсіздер. Бұны түскен ақшаны мына жерден көреміз. Банк касса, касса өтінімдерден бұны барлығын тауып аламыз. Основной касса. Окей. Міне кассада 2.973.5 теңге тұр. Міне осы жерде тұрыстар бар, кірдіңіздер бар, осы поступление. На основании жазғандар. Поступление шегі тұрыстар. Шылаққа алдыңыздар. Егі на основании дейсіздер. Расходный кассовый ордер. Мына жерге кассаны таңдайсыз. Основной касса бізде ақша основной кассада 2.973.5 өз қаржы автоматты шықты. Ері қайдық. Записать. Окей дейсіздер. Мына жерде по договору с поставщиком долг компании. Компанияның долғы мынанша еді. Енді мына жерден байқасаңыздар. Ешқандай долг жоқ. Қарыз жоқ. Кассада ақша 2.973 еді. Ері қайдық көтіледі. Жоқ, кассада ақша қалмады нөл. Ал мынау Ерасылға оны кейін касса ақша түскен соң продажа басталады, касса ақша түскен соң көреміз. Бұл пока қарыз болып тұрады. Бұл компания, яғни компанияның қарызы осынша болып тұр. Ал перемещение қалай жасаймыз? Перемещениені поступлениеге кіріп на основании перемещение деп істеуге болады. Міне бізде основной склад, басқа ешқандай склад жоқ. Осы жерге склад создавать дегенде, осы жерге складты қосып табыстап. Оң жағын басып скопировать десеңіз де болады. Яғни склад магазинде сылайық. Магазинде склад емес, бірақ магазинде тұрған товарлар болса. Так, розничный. Магазинде перемещение жасаған. Перемещение жаңа келген заттар поступление ішіндегі соған кіріп істесеңіз, жаңа келіп түскен заттарды шығарып береді мына жерде. Осының ішінен керегін таңдайсыз өзіңізге. Мынадан галтеріміз 250 галтерді 500 деп дейсіз, 500 перемещение жасайтын. Егер де сіздерде екі точка болатын болса, осылай жазсаңыздар болады. Ал егер ешқандай бір жерден сатасыздар, бірақ точка, бірақ жерден сататын болсаңыздар, ешқандай перемещение жасаудың керегі жоқ. Записать, склад, отправитель, основной склад, получатель, магазин. Окей дейсіздер. Мына жерден бізде сұрақтар.
Миллиардамы мен который алты масқада магазин. Необходимо выполнить оценку. Так. Настройка снаха. Магазин. Ciddi kaptan sarılı bir saçması. Tabii. Geç anlayayım magazinde sarılı bir çıkarttım. Bu olmasa bular sesini bakın. Acil bekliyordur. Skype İngilizdir. Neyaktan Skype bilmem. Ostan перемещение'dir. Мынау жаңағы жасаған перемещение наяқтан перемещение деп подбор дейсіздер. Саға алма. Екі барым алма. Основной отправить основной склад получается магазин. Да. Записать. Окей дейсіздер. Мына жерден қараймыз енді. Алма, иә, біз алма перемещение жасадық. Алма. Магазин 2 килограмм. Основной склад 98 килограмм. Бағалары. Общий 100 килограмм. Одан кейін бізде тағы да Гаутел. Гаутел 3 он перемещение істемеді. 250 перемещение жасаған. Магазин 5 штук. Основной складта 45 штук. 6252 основной дайын 10 перемещение жасамадық.